Сәлем, бұл астар. Бұл лента, ені 2,5 сантиметр. Бұл голограмма, құрақтың ортасына қоямыз. Көзді деп атаймыз. Бұл голограммалар құрақтың бұрыштарына қойылады. Бүтін кездегі өлшемі 5 сантиметр. Астарымыздың ортасын табу үшін матаны 2-ге және 4-ге бүктеп аламыз. Жаңағы қалдырған ізімізден дәл ортасы көрініп тұрады. Осы жерге 4 бұрышты голограммамызды 2 тігіспен орнатамыз. Ортасындағы көзін орнатқаннан кейін біз лентамыздың түгін анықтап алуымыз қажет. Матаны жоғары төмен сипалаған кезде түктері осылай көрініп тұрса, онда бұл жақпен тіге алмаймыз. Бізге түгі төмен қарап тұрған кезде тігу керек. Және үнемі әр тігісте түгінің төмен қарап тұрғанын қадағалау қажет. Тігісті лапканың бойымен жүріп өтеміз. Бірінші лента мен үшінші лентаның түзулігі бірдей болу қажет. Артқа қарай бастырмас бұрын саусақпен лентаны кері итереміз. Бұл құрақтың әдемі түзу шығуына көмектеседі. Мына жерде саусағымның әрекетіне қарасаңыз, дәл ортасынан бастап екі жаққа қарай керіп тарттым. Ортамыздағы 4 бұрышты болған жерге мына біздің 3 бұрышты голограммамыздың бұрыштары тура келу қажет. Оны да бір лапканың бойымен тігіп шығамыз. Дәл осылай 4 жағына тігіп шығуымыз қажет. Бұл әдетте бірінші тіккен кезде жақсы шыға бермейді. Көп тәжірибені қажет ететін процесс. Жаңа көрсеткенімдей 3 бұрыштың бұрышы ортадағы 4 бұрыштың бұрышымен бірдей келу керек. Бірінші қатарымыз дайын, енді екінші қатарды тігеміз. Бізге ешқандай жіпті үзіп тігудің қажеті жоқ. Артқа қайтару арқылы тігіп кете береміз. Артқа алға жылжыта отырып, осылай тіге береміз. Үшінші қатарымызды дәл солай жалғастырамыз. Матаның түгін қарап отыруды ұмытпаңыздар. Мына жерде де матаның түгін тексеріп қарап отырмын. Үнемі бұл ұмытпау керек нәрсе. Бір қателік кетсе, құрақтың барлық әдемілігін құртады. Мына жерде байқасаңыздар, астындағы лентаны тартып тұрып тігіп жатырмын. Бірақ үстіндегі лентаны тартпаймыз. Төртінші қатарымызды аяқтадық. Енді бесінші қатарымызда тек лентаны тігеміз. Бұл жерге голограмманы тігудің қажеті жоқ. Және ол әдемі болып шықпайды. Дәл астарға жеткізіп отырып тігуіміз қажет. Және артқа қарай қайтарған кезде астармен бірдей болып тұр. Дәл осылай 4 жағында тігіп шығамыз. Енді құрағымызды аяқтау үшін астар мен соңғы қатардағы лентаны бір-біріне тігіп шығуымыз қажет. Міне құрағымыз осымен аяқталды. Егер ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Қандай да бір жері түсінбеген болсаңыздар, пікірге жазып сұрауға болады. Пікірдің барлығын оқимын. Тағы да бір ұсыныстарыңыз болып жатқан болса, пікірге жазып кетіңіздер. Сол туралы видео түсіруге тырысамын.